Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біз 1С программасында қалай бір документті өзгерту керек, ішіндегі мәліметтер сол туралы өтетін боламыз. Мысалы, банки кассаның ішінде платежный поручение исходящий кіріп көрейік. Мына документті өзгерту керек. Мысалы, көп адамдар ішіне кіріп, өзгертетін жерін өзгертіп болып, қайтадан провести закрытты басқан кезде, мысалы, ол өзгертіліп кетеді. Бірақ мынандай нәрсе бар, мысалы, кейде өзгермей қалады. Ол кезде не істейміз? Мына бір галочканы байқадыңыздар ғой? Бұл документ проведенный деген сөз. Осы проведениесін алып тастау керек. Мысалы, мышканың оң жағын басамыз да, отменить проведение. Мына көрдіңіздер ғой, галочка жойылды. Енді ішіне кіріп, не өзгерту керек мысалға, өзгертетін жерлерін өзгертіп деген сияқты. Мысалы, суммасын өзгертесіз ба, или безон ДС, КПК қоясыз ба, статьяда ДС қоясыз ба деген сияқты өзгертетін жерлерін өзгертіп болып, қайтадан записать және провести и закрытті бассақ өзгереді. Галочка қайтадан қойылады. Бұл ақпарат сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.